Қайырлы күн баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзгеше бір салаттың түрімен және де дәмімен кез келген қонағыңызды тамсандыратын салаттың түрімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязымызды осылай жіңішкелеп турап, шым-шым тұз қосып, мыжып өз алдына алып қоямыз. Енді етімізді де жіңішкелеп турап аламыз. Міне осындай жіңішкелеп турап алатын боламыз. Енді табамызға май қойып, осы еттерімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Егер піскен еттеріңіз болса, сол етті де пайдалануға болады. Міне екі бетін алмастырып жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне азаған су құйып, бетін жауып, бұқтырып, суы тартылғанша қалдыратын боламыз. Етіміз толық пісуі үшін солай қалдыратын боламыз. Енді міне қиярымызды осылай соломка етіп турап аламыз. Қызанақтарымызды арасындағы сондай жұмсақ бөлігінен ажыратып, бұларды соломка етіп турап алатын боламыз. Міне осындай арасындағы жұмсақ бөлігін алып тастаймыз. Міне қызанақтарымызды осылай соломка етіп турап алдық. Енді салат жапырақтарын да ұзыннан жіңішкелеп турап аламыз. Және жеуге ыңғайлы болу үшін тағы да 2-3 бөлікке бөлдім. Міне еттеріміз пісіп дайын болды. Еттерімізді солай жіңішкелеп, оны да соломка етіп турап алдық. Және укроптарымызды турап алдық. Қияр, қызанақ, міне салат жапырақтарымыз және піскен еттеріміз. Пиязымыз міне алдын ала тұзға мыжып алған болатынмын. Және көк бұршақтарымызды қосып аламыз. Укропымызды енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Майонезімізді қосып араластырамыз. Міне дайын болды. Достар, енді дәмі өте өзгеше. Пияз, ет барлығы бір-біріне үйлесім тауып, ерекше бір дәмді береді. Міндетті түрде жасап көруді ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.